Әлем футболында ең бай екі футболшы бар. Оның бірі Лионель Месси болса, екіншісі Криштиану Роналду. Аргентиналық ай сайын 10 миллион доллар, яғни 4 миллиард теңге алатын болса, Португалия жұлдызы бір айда 7 миллиард теңге ақша табады. Мұндай ақшаны қазақ футболшылары түсінде ғана көретін шығар. Алайда Қазақстан премьер-лигасында ойнап жүріп, көп ақша тапқан ойыншылар жоқ емес. Мысалы, Астана командасын Еурокубоктерде алға сүйреп шыққан Junior Кабананга елордалық клубтан ай сайын 55 мың доллар, яғни сол кездегі курспен 20 миллион теңге алып отырған. Ал әлі де болса Астана намысын қорғайтын Марин Тамасовтың айлығы 60 мың доллар, яғни қазіргі курспен 25 миллион теңгені құрайды. Сонау Бразилиядан Қазақстанға ешкім аз ақша үшін келмейді. Солардың бірі Ақтөбе сапында ойнаған Сантана мен Данило Сирино. 2015 жылғы маусымда доп тепкен бұл жігіттер команда бюджетінен 61 мың доллар, яғни ай сайын 24 миллионға жуық айлық алып отырған. Бұл цифрларды сол жылдары өңірді басқарған Бердібек Сапарбаевтың өзі ресми растады. Бірақ қанша ақша төлесе де, кімді алып келсе де, Ақтөбе әлі өз тарихында Еурокубок ойындарының топтық кезеңіне шығып көрген жоқ. Бәлкім, әңгіме ақшада емес, басқада болар. Ақтөбе одан бөлек тағы екі ойыншының қалтасын қампитып отырған. Бразилиялық легионер Данило Неко ай сайын 71 мың доллар, яғни 30 миллион теңге. Ал чемпионаттың үздік ойыншыларының бірі болған Маркос Пиццелли 75 мың доллар, яғни ай сайын 32 миллион теңге алған. Миллиондап ақша төлеуден рекорд қойған тағы бір клуб алматылық Қайрат. 3 мәрте Украина, 2 мәрте Германия чемпионы Анатолий Тимощукты қатарына қосқан Боранбаев сол жылдың жаңалығы болды. Алайда ойынына қарағанда ақшасы көп болған Тимощук те украиналық ресми ақпараттардың айтуынша Қайраттан ай сайын 92 мың доллар, яғни 40 миллион теңге алған. Бұл жөнінде украиналық басылымдар Тимощуктың Қайраттағы жылдық табысы 1 миллион доллар деп айтқаны да бекер емес екені көрінеді. ЦСКА жұлдызы боп Ресей чемпионатында доп тепкен Еурокубоктерде жарқырап ойнаған Вагнер Лавта бір кездері Қайрат командасының жейдесін киді. Әрине аз ақша емес, сол маусымда алматылық клубтың қолы қатты ашық болған. Чемпионатқа қатысу үшін бір жылға миллион доллар төлейтіні келісілсе, оның 700 мың доллары уақытынан бұрын берілген. Демек, жасы қартайса да қалтасы қартаймаған бразилиялық 2020 жылғы маусымда Қайраттан ай сайын 100 мың доллар, яғни 50 миллион теңгеге жуық ақша алып отырған. Ресейлік футбол аңызы Андрей Аршавин де бұл тізімнен ойып тұрып орын алады. Арсенал жұлдызының алматылық клубқа ауысуы қазақ футболына жарқын жаңалық болып келді. Тиын тебен үшін теңбілдіп теппейтін көршіміз Қайратта жүргенде ай сайын 120 мың ақш долларын, яғни 60 миллион теңге алып отырды. Бұл ақпаратты жергілікті басылымдарда растап, тіпті Аршавиннің Алматы дүкендерінде бір сәтте 2-3 миллион теңгеге сауда жасаған түбіртегінде жарыққа шығарды. Демек, Андрей Қайратта болған бір жылында қалтасына 600 миллион теңгеден астам ақшаны салып кетті. Айлықтар бойынша рекорд қойған легионер ивуарлық Жерар Гоу КПЛ-дағы маусымында бірнеше рет үздік бомбардир болған Гоу өз ақшасын ақтады деп айтатындар көп. Десек те, сандар сөйлесін. Ай сайын ивуарлық ойыншы Боранбаевтың бюджетінен 160 мың доллар, яғни 70 миллионнан астам айлық алып отырған. Жергілікті басылымдар Жерардың айлығын 100 мың доллар деп көрсеткенімен, Википедия оның айлығын 150 мың долларға жуық деп көрсетті. Ең қызығы, осындай айлық алатын ойыншы Атырауға қарсы ойыннан соң өзінің бас киімі ұрланды деп полицияға арыз түсірген еді. Кім біледі, бәлкім кепкасы миллион тұратын болар, немесе ақшасын бас киіміне тығып сақтайтын болар. Құрлық асып келетіндерден бөлек, қазақ футболшыларының ішінде де қалтасы қалың ойыншылар баршылық. Солардың бірі
Асхат Тағыберген. Ақтөбеде ойнаған жылдары ұлттық құрама капитаны ай сайын 5 миллион теңге айлық алып отырса, Ордабасыдағы чемпиондық маусымда айлығын 2 есе көтеріп, яғни 10 миллион теңгеге доп тепкен. Әрине, ешкімнің табысына таласпаймыз. Легионер болып келіп, миллионер болып кететін келімсектер емес. Қазақ ойыншыларының қалтасы қампайып жатса қуанамыз. Байыса, қазақ байысын. Бірақ біздің бұл сөзімізбен келіспейтіндер де бар шығар. Мысалы, Қуат Хамитов. Сіздердің ойларыңыз қалай? Егер біздің контент ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақ футболын бірге дамытайық.